Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі женттің рецептісімен бөлісемін. Дәмі өте керемет, нәзік болып шығады, өзінің формасын жақсы ұстайды. Менің рецептіммен дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен талқанның үстіне ерітілген сары майымызды қоямыз. Қойылатылған сүт яғни сгущенканы салып, жақсылап араластырамыз. Өзінің формасын ұстағанға дейін біріккенше араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қолымызбен осылай дөңгелектеп, құрт тәрізді етіп форма келтіреміз. Сіздерге қандай форма ұнайды, солай жасауға болады. Мен әртүрлі пішінде гүл, жүрекше тәрізді етіп, әртүрлі пішінде жасадым. Егер сіздерде бұндай форма болмаса, тек қана тарелканың үстіне жайып, қатқаннан кейін төртбұрышты етіп, пышақпен кесуге де болады. Ішіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша мейіз, грек жаңғағы немесе әртүрлі жаңғақтарды ұсақтап турап қосуға болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша формаларға келтіріп болғаннан кейін қатқанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеу батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Жентті қалауыңыз бойынша бетіне түрлі түсті шоколадтарды жағып әсемдеуге де болады. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты әртүрлі посыпкаларды бетіне сеуге, жаңғақтар себуге де болады. Осымен біздің жент дайын болып қалды. Дәмі өте керемет әрі жылдам дайындалады. Қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі, шай дастарханына өте керемет сән беріп тұрады. Оразаға, ауызашарға және сәресіне дайындасаңыздар, өте тойымды әрі жеңіл тағамның бірі. Егер менің рецептім пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.